Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге қазақша YouTube канал. Бүгін біз велосипедпен темір іздеуге шықтық. Жаман жолда кетіп бара жатырмын. Бүгін сол темір, алюминий, мыс, тағы да сондай ұқсас заттарды жинайтын боламыз. Велосипедпен. Бүгін мен өзімнің велосипедіммен шыққам. Жасыл велосипед. Бұның алдында мен видеода велосипедпен темір іздегенде басқа велосипедпен шыққан болдым. Ол кезде ол қара велосипед болатын. Бұл жасыл менің өзімнің бұрыннан келатқан велосипедім. Артында корзинасы бар. Бір зат салсақ ыңғайлы да, кез келген зат салсақ. Алдымда кішкентай арық тұр. Мына жақта көпір бар, жаңадан салынған. Ар жақ поля. Мына жақта бір арматура тұр, бірақ алынбайды ол. Кесетін зат болса алып кетер едім. Полямен келе жатырмын, полямен. Қазір темір табылып жатса, камераны қосатын боламын. Үй жақтан 1-2 километр бойы великпен жүрдім. Табылған зат тек бір-ақ зат болды. Ол темір труба. Осындай зат қана болды. Жаман емес. Сол 1-2 километр бойы жүріп, мен Қапшағайский трассасынан бірақ шықтым. Қапшағай трассасы. Міне трасса, міне мен велигім. Қапшағай трассасын қазір шет жағымен великпен жүріп көрейін. Темірлер болу керек. Соларды жинап алып келейін. Шелек 100, Жаркент 255, Қорғас 305 километр дейді. Мынаның шетін, трассаның шетін бәрі мұсыр. Адамдар лақтыра берген. Мынаның бәрі бір күні жиналады ғой. Свалка болып баратыр мына жер. Қапшағай трассасымен қарама-қарсы бағытта жүрмін. Мына көпір. Мына жақта темірге көз түсіп кетті. Не? Осыны енді аламыз. Короче, достар, бүгін табылған темірлеріміз осы дәу труба. Одан кейін қалған темірлер осындай. Бәрін пакетке салдым бағана. Қапшағайдан келіп, қайтып, үйге қайтып келе жатырмын. Жолда телефонды өшіріп қайтан қосып, түсіріп қосқым келмеді. Сол общий несі бар шыққаны осы. Қазір енді үйге жетіп алайын. Бәрін көрсететін боламын. Біздің сонымен тапқан заттарымыз, темірлеріміз біраз салмақ шығып тұр. Сол
2 немесе 3 келі жаман емес. Сол трассаның бойынан бәрін таптым, тек бағанағы трубадан басқасын бәрін. Қапшағай трассасының шетінен негізі темірлер көп, бірақ мен көп жүрмедім. Дала шылқылдап кетті, бәрі қар еріп көктемеген соң қайтарда басқа жолмен келген бір балшыққа кіріп әрең қайттым. Сол осымен осы темірлердің бәрін мен коробкаға салып жинап қоямын, сол бір күні өткізіп сіздерге түсіретін боламын қанша шыққанын. Сол бүгінгі видеом темірді велосипедпен іздеу болды, яғни бүгін сол үйде ішім пысып кетіп велосипедпен шығып кеткен болатынмын темір іздеуге. Өзіме қызық болды, бірақ ауа райы ыңғайсыз болды. Қар еріп, жердің бәрі су болып, кейбір жер кепкен, кейбір жер су лай болды. Бірақ соның бәрін көрдік, енді барып келдім. Соғыс табылған темірлеріміз бар осы. Мен сіздермен қоштаспаймын. Күн жоғалса әртүрлі видеолар болады. Осымен видеоны тәмамдайын.